Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Қазақша, арабша Құран хатым оқу. Қуылған шайтан кесірін Аллаға сыйынамын. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әл-Имран сүресі 130 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уа иман келтіргендер, пайызды еселеген үстіне еселеп өсім жемеңдер. Аллаға қарсы келуден сақтаныңдар. Сонда екі дүниеде де азаптан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Сондай-ақ кәпірлер үшін әзірленген тозақ отынан иманға келіп, игілікті істер атқару арқылы сақтаныңдар. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Аллаға һәм елшісіне қалтқысыз бағыныңдар, сонда екі дүниеде де мейірімге бөленесіңдер. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Раббыларының кешіріміне һәм шынайы тақуалар үшін әзірленген кеңдігі 7 қат аспан мен жердей болған жұмаққа асыға ұмтылыңдар. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Нағыз тақуалар кеңшілікте де таршылықта да Алла жолында садақа бергендер, ашу қысқанда өзін ашуландырған адамның сазайын беруге шамасы жете тұрып ашуын жеңе білгендер һәм адамдарға кешірімді болғандар. Шүбәсіз Алла міне осындай ізгі жандарды жақсы көреді. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Сондай-ақ олар жағымсыз іс істегендерінде немесе күнәға батып өз-өздеріне қиянат жасағандарында бірден Алланы еске алып күнәлары үшін кешірім сұрайды. Күнәларды Алладан басқа кім кешіре алады дейсің? Сондай-ақ олар бір рет істеген күнәні әдейі қайта-қайта істемейді. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Олардың алатын сыйы қарым Раббыларының кең кешірімі мен жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары болмақ. Олар сонда мәңгі бақи қалып бақытты ғұмыр кешеді. Діннен үйреніп білгенін іске асырып, игілікті істер атқарғандардың алар сыйы неткен ғажап десеңші. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Сендерден бұрын қаншама ғибратқа толы оқиғалар, қаншама шариғаттар өтті. Олай болса жер бетін шарлап Алланың хақ діні мен пайғамбарларын жалғанға шығарып сенбегендердің ақыры не болған өз көздеріңмен көріңдер. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Міне бұл, яғни тарихта орын алған ғибратқа толы оқиғалар, адамдарға ақиқатты ашық баяндау және тақуа жандар үшін тура жолды көрсету һәм уағыз насихат. هذا بيان للناس وهدى وموعظة
وموعظة للمتقين. Уа мүміндер, ұнжырғаларың түсіп жақсы маңдар, қайғы мұңға салынбаңдар. Егер шын мүмін болсаңдар, шүбәсіз сендер үстемсіңдер. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Егер сендер Ухудта жарақат алған болсаңдар, сендерге қарсы соғысқан қауым да Бәдірде дәл солай жараланды. Міне біз ондай жеңісті күндерді Алла шынайы мүміндерді анықтасын. Сондай-ақ араларынан иман ақиқаттарына куә болатын бір қатар куәгерлер немесе шейіттер таңдап алсын деп адамдар арасында алма-кезек ауыстырып тұрамыз. Шүбәсіз Алла күпірлікте табандап, күнәға батып, өз-өзіне қиянат жасаған залымдарды жақсы көрмейді. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Сондай-ақ Алла иман келтіргендерді күнәларынан тазартсын һәм кәпірлерді бірте-бірте түп тамырымен жойып жіберсін деп, ондай жеңісті күндерді адамдар арасында алма-кезек ауыстырып тұрамыз. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Алла араларындағы хақ жолда күресіп жүргендер мен сабырлы жандарды анықтап, өзгелерден ажыратып алмайынша бірден жаппай жұмаққа кіреміз деп ойладыңдар ма? أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Сендер өліммен бетпе-бет келмей тұрып шейіт болып өлуді тілейтін едіңдер. Міне енді ол алдарыңда, алайда сендер бұрын-соңды шейіттікті аңсамағандай құр қарап тұрсыңдар. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ақиқат жаршысы ретінде жіберілген елші ғана. Одан бұрында талай елшілер келген. Егер ол ажалы жетіп көз жұмса немесе өлтірілсе, сендер кері кетіп діннен шығасыңдар ма? Кімде-кім кері кетіп діннен шықса, онысымен Аллаға мысқалдай да зиянын тигізе алмайды. Алла тура жолда жүрудің қадірін түсініп, шүкіршілік етушілерді жақында мол сый-сияпатқа бөлейді. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ешбір жан Алланың қалауынсыз о бастан жазылып қойған ажалы жетпейінше өлмейді. Кімде-кім дүниенің сауабын қаласа, оған одан өзіне тиесілі сыбағасын береміз. Ал кім ақырет сауабын қаласа, оған да өз сыбағасын береміз. Шүкіршілік етушілерді жақында міндетті түрде сый-сияпатқа бөлейміз. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.
Қаншама пайғамбар өтті, олармен бірге өздерін хақ жолына атаған көптеген құдайшыл тақуа жандар Алла жолында ақиқат үшін соғысты. Олар Алла жолында бастарына келген ауыртпалықтарға еш мойымады, жасымады және жау алдында тізе бүкпеді. Алла сондай сабырлы жандарды жақсы көреді. وَكَأَيِّن مِّن نَّبَإٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Олар дұшпанмен бетпе-бет келгенде бар болғаны: «Уа Раббымыз, күнәларымызды әрі міндетімізді орындауда һәм басқа да істерімізде артық кеткен жеріміз болса кешіре көр. Бізді жау алдында табандық ылғайсың һәм бізге кәпірлер қауымына қарсы жәрдем беріп жеңіске жеткізгейсің» деп жалбарынған еді. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Сол үшін Алла оларға дүниенің сауабын, игілігін һәм ақыреттің сондай керемет сауабын, жұмақты нәсіп етті. Алла тағала ондай ізгі жандарды жақсы көреді. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Уа иман келтіргендер, егер күпірлік қылғандарыңның айтқанымен жүретін болсаңдар, сендерді кері кетіріп діннен шығарады. Нәтижеде дүниеде де ақыретте де зиянға ұшырайсыңдар. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. 149 аяттың соңы.